Саламатсыз ба, Ұлданай ханым, қалайсыз? Мен сіздің бір неңізді орындап неғып қойын. Қазір мінекей неге CapCut'қа кірген кезде мына новый проекті плюсты басасыз. Басасыз да, содан кейін мінекей мына жерде видео саласыз ба, әлде фото саласыз ба деп тұр. Мен фотоға істеп берейін, мына фотомен көрсетейін. Әріптерді қалай жылыстасыз деп атсыз ғой енді. Мысалы мен мына жерде мынаны ала салайын. Добавить етеміз суретті. Видео болса да, сурет болса да бәрібір ғой, енді сізге мына жерде әрі қысқа, әрі нұсқа қылып көрсетіп жібере салайын деп жатырмын да. 8 секунд қылып. Мына жерде мінекей мынаны бүйтіп созып қойсаңыз да болады, жаңағы бір шетінен не алдым да бүйтіп созып жаңағы созуға да болады суретті. Одан кейін қайттан мына жерінде стрелканы назадты басамыз. Бізге текст жазу керек, Сіз текст сұрадыңыз ғой, мінекей Т дегенді басып екен, А+ деген тұр. А+ басамыз. Енді жазамыз, мысалы қайырлы күн деген сияқты. Қайырлы таң деп қойық. Қайырлы таң, жақсыларым деп білеп белгі қойық. Мына жерде қайырлы таң дегеннен кейін абзацқа не алайық. Енді бүйтесіз ғой. Мына жерден астында шрифті таңдаймыз. Шрифт таңдағанда менде мінекей добавить шрифт дейді. Ол кезде сіз өзіңіз таңдап алған шрифттар. Кейін оны да не қылсаңыз көрсетем. Негізі менде тұр ол сабақта қаяқтан тартып алуға болатыны. Добавить шрифтті бассам, мысалы менде мына жерде өзімнің мінекей әріптер қазір өзгереді. Бірінші мен эффектіге шығайыншы, мына эффектіге әріпті не қылайын. Цветной қылып қойып көрсетейін, айтсам көрінбей қалады. Цветной қылып қоя салайық. Мына былай әріптерді жылжытсаңыз, жылжи береді былай қарай. Мінекей таңдай бересіз, сары жағын, көк жағын әйтеуір. Мінекей осыны таңдай. Птичка мына тұр, птичкасын. Окей. Енді мен әріпті әлі мен шрифтті неғып болған жоқ, мына үстінен басасыз да. Төбесінде тұр ғой, мына төбедегі. Көрдіңіз, төбедегі. Соның үстіне бүйтіп бассаңыз, астына жазу қайттан шықты. Енді мен осыны шрифтті, мысалы мен сізде енді оқтан көшірмегесіз. Мынау русский, английский деген тұр ғой енді. Мен английский дегені аламды көбінесе. Мына жерде жазу тұр ғой. Сол жазудың үстінен бассам, мына көрдіңіз ғой, өзгерді жазуым. Бұны сіз бүйтіп кішірейте аласыз, үлкейте аласыз, дұрыс па? Енді главный мынау неге? Анимацияға мінекей. Анимация деген жаңа жылжытатыны. Мына жерде ввод деген тұр, вывод деген тұр и петля деген тұр. Бізге ввод керек. Бірінші кірген кезде әріптер қалай кіру керек? Мінекей мына жерден соны таңдайсыз. Қазір мен любовь аламын, сіз өзіңіз кейін шұқылай бересіз ғой. Мысалы, мынаны бүйтіп үстінен бассам, былай шығады. Мынаны былай бассам, былай шығады, неқтан шығады. Сондай ғой, енді әрі қайсысы әртүрлі кіреді. Былай бассам, былай кіреді. Содан кейін мына астындағы стрелка әріп қалай тез кірсін бе, жай кірсін бе? Жай кірсе, былай қарай көбейте бересіз. Тез кірсін десеңіз, осылай тұра береді. Ал жай болсын десеңіз, жай. Мысалы мен мына жерден осылай кіреді. Былай мынаны баса берейік, көрдіңіз бе? Енді осы әріптен енді аяғы қалай шығару керек? Мына птичканы, мына жерде птичканы басамыз. Қайтадан жаңағы мынаны мен өзімнің үйретем. Бұдан жеңіл не алатындар бар шығар енді. Енді мен анимацияға кірем.
и вывод деген тұр ғой, выводқа кіремін. И енді ол әріптер кету керек қой. Қалай кеткені жақсы. Осының ішінде өзіңіз таңдай бересіз. Мысалы, мынаны басамыз да, мінекей кетті. Ол қызылды да сәл ұзартсаңыз да жай кетеді. Ал қысқа болса, мінекей тез кетіп қалады. Бұны сәл жай кететін қылып қоямыз. Мына енді птичкамызды басамыз. Мінекей. Мына әріпті сәл созамыз десеңіз, созасыз, қысқартам десеңіз, қысқартасыз. Мінекей. Міне, осылай келеді. Мынаны бас жаққа сәл созсаңыз да болады. Міне осытып кіреді. Өзіңіз мысалы видео қойсаңыз, сол жерге туралап қойсаңыз, солай кіре береді, солай шыға береді әйтеуір. Ұзартатын, қысқартатын. Енді астындағы стрелканы басамыз. Тағы да. Енді біз музыка қойғымыз келіп жатыр. Мына музыканы басайық. Музыканы басқан кезде тағы да үстінен басамыз. Звуки. Содан кейін мына жерде мына ненің сурет тұр ғой, енді мынау. Файл сияқты. Соны мына жерде жазып тұр. Тек қана өзіңіздің WhatsApp-тан бір өлеңдер келеді ғой, ұнаса. Извлечь звук из видео дегенді бассаңыз, мысалы, өзі мына галереяңыздағы мына құтты болсын бірнәрседегі нелер видеолар шығады. Сол музыканы аласыз, алам десеңіз. Ал енді жоқ деп не жасаңыз, назад басамыз. Онда мынау устройство дегенді бассаңыз, өзіңіздің соткаңыздегі сохранить етілген музыкаларды аласыз. Көрдіңіз бе? Міне. Менікі мысалы мына осы бір музыканы қосайын. Енді осыны мақұл осыны қайсысы болса да ала саламыз ғой. YouTube-тың осыны қойайын. Осы YouTube-тың қосқанда мына плюсті ғой, плюсті басамыз. Сол музыка кетті мінеха. YouTube-тың өзінің музыкасы ғой, енді өз жерде өзіңіздің музыкаларыңызды қоясыз. Енді мына музыка ұзын болып кетеді ғой. Оны былай үземіз, үстінен басқан кезде аққа қоршалады ғой, енді өзі әнді. Қай жерден үзесіз деп көрсетіп тұр. Мінекей разделить деген тұр мына жерде. Разделитті басасыз. Содан кейін мына қоршал тұрғанда мынау мусорный удалить дегенмен басып жібересіз. Жоқ. Көрдіңіз бе? Енді осылай кете береді. Тағы да. Мына жерде тағы да не үйретсем болады сізге. Егерде мынау арай созып сәл тағы да не алам десеңіз, қосам десеңіз, музыканы арай соза саласыз бүйтіп қайттан. Көрдіңіз бе? Енді наложение дегенді үйрете сал деп айтасыз ғой. Назад басасыз да, мына жерде мінекей наложение тұр, ең бірінші. Бірінші емес, төртінші болып тұр ма? Мінекей. Наложение басасыз да, мына суретті басасыз. Суретті басқаннан кейін осы жерде өзіңіз видеоны аласыз ба, әлде суреттен аласыз ба? Мінекей. Суреттен аласыз ба? Мысалы, мен бір суретті қойып қойайын. Мына бір суретті қоя салайын. Добавитті басамыз. Мінекей, мына жерде мынандай болып қалды. Осыны бір бұрышына бүйтіп жайып, адамның суреті болса, мысалы видеосы болса да, бір шетіне бүйтіп қоя саласыз. Көріп тұрсыз ба? Ол қай жерге дейін тұрса болады, соны бүйтіп белгілеп созып, бұнда астын сөйтсеңіз болады. Арай кете береді. Созсам десеңіз, аяғына дейін тұрсын десеңіз, тұра береді. Көрдіңіз бе?
мына бір артында CapCut дегенді мынаны удалить етіп жіберсеңіз болады. Тағы да не салды? Осы ғой енді сізге айтатыным ше. Видеоңызға мына жазуларды өзің так мына назадты басамыз. Текст бассақ, мыналар қимылдайды. Мінекей. Қайға қоямын десеңіз де өзіңіз білесіз. Мінекей. Өстіп. Енді арғай өстіп шықлай беріңіз. Мен сізге главныйларын көрсеттім. Ал енді осыны мен YouTube-қа салып жіберсем, қалай болады екен деп қазір ойланып отырмын. YouTube-қа салсам, ұнаса лайк басып, сұрақтарыңыз болса сұраңыздар. Егерде сұрақтарыңыз болса жауап беремін. Видео сал десеңіздер, видео саламын. Ал сәттілік, Ұлданай ханым, осыны көріп отқан адам болса да, бәріңізге сәттілік. Мінекей мына жерде жаңағыдай, мынаны бүйтіп алған кезде, төбедегі тұр ғой мынау, төбедегі 1080 деп қойған. Может, біреулеріңізде не деп 720 деп тұруы мүмкін. 1080-ге істеп қойғандарыңыз дұрыс. Содан кейін мен соның қасындағы стрелканы басамын. Мына разрешение дегенді негізі мен соткам не алмайды екен. Частота кадров дегенді мінекей бүйтіп ұзартамын осыны. Частота кадр тазалап видеоларыңыз сөйтіп шығады. Содан кейін мына стрелканы басамыз. Ары қарай енді өзі тартыла береді енді. Ол тартылып болғаннан кейін сіздің галереяңызға барады. Түсіндіңіздер ме? Өстіп галереяға барады. Галереядан содан кейін көре бересіздер. Ал енді жақсы.